нағыз ұбт-да келетін, бірақ көп оқушылардың шығаруға қиналатын мына бір есебін сіздермен тез талдап өтейік. Сонымен бізде мынадай бір үлкен бір өрнек берілді. Осы өрнектің мәнін табу керек дейді. Бұл өрнектің мәнін табу үшін бірінші жақша мен екінші жақшадағы қосындыны тауып алайық. Ол үшін Гаусс әдісін қолданады екенбіз. Сонда біз Гаусс әдісі бойынша 16-ға қосады екенбіз 1-ді, және оны көбейтеді екенбіз 16 бөлінген 2-ге. Сонда ол тең болады екен 17 көбейтілген 8. Ал 17-ні 8-ге көбейтсек 136-ға тең болады екен. Бірінші жақшамыз 136-ға тең, сәйкесінше екінші жақшамыз да 136-ға тең. Ал 16-ны 16-ға көбейтсек 256-ға тең болады екен. Сонда 136-ға қосамын 136-ны, одан азайтамын 256-ны. Сонда менде 272-ден азайтатын болсам 256-ны, есептің жауабы 16 шығады екен. Ол бізде С нұсқасында дұрыс көрсетілген екен. Дәл осындай есептерді тез әрі нақты жолмен шығаруды үйренгің келсе, біздің каналға тіркеле кетіңіз.